Сабағымыз басталды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Балалар, сіздерді ортаға шақырамыз. Қазір біз сіздермен психологиялық ахуал туғызу үшін бір-бірімізге жақсы көретін сүйікті жемістеріміз жайлы айтамыз. Қанеке? Мен алам себебі мен тәттім. Мен жүзімнің себебі тәттім. Ой, тәттім. Мен қызыл алам, өйткені оның құдағында темір бар. Мен мандариным, өйткені ол пандемияда өте пайдалы. Мен апельсинмін, өйткені мен ақылдымын. Мен анармын, өйткені мен адам ағзасына өте пайдалымын. Мен қазым, өйткені ол жұмсақ. Мен алмаспын, себебі ол пайдалы. Мен олысын, өйткені Тайяның ең тәттім. Мен қауын, өйткені мен қызғылтсамын. Мен бала сөймен тәттім, және түсі жарық. Мен жасыл алмадым, себебі мен пайдалымын. Мен жүзімін, өйткені мен әдемім және тәттім. Мен лимонмын, өйткені ауруға шипам. Мен анармын, өйткені менде өте көп кальций. Мен қауынмын, өйткені тәттім және жұмсақпын. Мен қылқынайым, өйткені мен сынды секілдім. Мен қызыл әрі тәтті. Жақсы, керемет, рахмет балалар. Ал балалар, енді маған осындай сұраққа жауап беріңіздер. Сіздер отбасылық ғұрыптар дегенді қалай түсінесіздер? Қанеке, кім айтады? Отбасылық ғұрыптар дегеніміз отбасының өзінің тәртібі, өзінің салт дәстүрлерінің бірі. Яғни әр отбасыда өзінің ғұрыбы болады, өзінің салт дәстүрлері болады. Жақсы, керемет, рахмет, келісіңіздер балалар. Енді кім айтады? Бізде екінші сұрақ осындай. Шілдехана, бесік той деген мерекелерді сіздер білесіздер ме және қалай түсінесіздер? Кім айтады? Кәусар. Шілдехана дегеніміз жаңадан бала туылған кезде жасалатын кішігірім той. Ал бесік жыры ол кішкентай балаға арналған ой. Жақсы. Келісесіздер ме? Тағы да қосылатындарыңыз бар ма? Мен қосыламын. Алина? Бесік жыры дегеніміз ол баланың жаңадан туылған баланы сөзге жатқызып, иманда болсын деп, тәрбиелі болсын деп баланы бесікке жатқызады. Керемет, рахмет, дұрыс айтасың. Жақсы, керемет балалар. Қандай суретті көрдіңіздер? Нені білдіреді екен? Қанеке, кім айтады? Алина? Сау кесу болып жатыр. Келсеңіз бе балалар? Дұрыс айтасың. Ендеше отыра дұрыс айтасың. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз сау кесу деп аталады. Енді қазір барлықтарыңызға мен сіздер топ-топпен отырыстым. Бірінші топ бізге бесік жыры деп аталады. Екінші топтың аты қандай? Шілдехана. Үшінші топтың аты сау кесу деп аталады. Енді әр топқа мен қазір жеке-жеке тапсырмалар беремін. Және де біз тапсырмаларды орындау барысында әрине бір-бірімізді не істейміз? Бағалаймыз. Сізді бағалаймыз? Ең соңында сабақтың соңында сіздерге жауап шығарады. Енді қазір әр топқа тапсырмам. Бірінші топ сіздер бесік жыры тобы. Мынадай тапсырма алыңыздар. Сау кесу жыры қай мерекеде айтылады және ол қандай жыр екен? Соны дайындаңыздар. Жақсы ма? Так, екінші топ сіздерге мынадай тапсырма. Бұл бізде шілдехана тобы, сіздерге тұсау кесу тойында тұсауды кімге кестіретіні туралы сол бойынша пікірлеріңізді дайындайсыздар. Жақсы ма? Ал үшінші топ тұсау кесу тобы деп аталады. Бүгін біздің тақырыппен арнасында сіздерге тұсауды немен кескен дұрыс деп ойлайтыныңыздар. Ал жақсы балалар, мына тапсырмаға сіздер дайындар болдыңыздар. Қанеке әр топтан кім сөйлейді екен? Бесік жыры тобынан бізде кім сөйлейді? Аружан бастайды. Жақсы айтады.
тұсаукесер жыры сәби 1 жасқа толған кезде, ел жүріп келе жатқан кезде орындалатын жыр. Ол жыр осындай жыр. Тұсаукесерген баланың қолынан ұстап жүгіртеді. Шашын шашады, сол кезде тұсаукесер жыры айтылады. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадамыңды бассаң мәз болар деген жыр айтылады. Керемет, жақсы. Қанеки балалар. Ал енді бізде шілдехана тобы қандай өзінің мысалы топтың ішінде ақылдасып, қандай пікірлерін айтады екен? Ортаға салып. Қанеки? Тұсауды кестіретін адам, ол мысалы есімі қойған адам, немесе атақты жұлдыз адамдар кестіреді. Кескен адам кескен балаға. Ал балалар, енді сіздерге жаңа мен тапсырма берген болатын топта, қазір қалай орындадыңыздар, қалай ақылдастыңыздар, соны ортаға бізге қазір естестік пікірлеріңізді айтасыз. Ал бірінші топ бесік жырынан кім сөйлейді екен? Так, жақсы. Аржан бастайық. Тұсаукесер жыры сәби 1 жасқа келген кезде орындалатын жыр. Ол ең алғашында жүріп келе жатқан кезде оның қолынан ата-аналарын жетектеп, сол жырды қосып жүргізеді. Тұсаукесердің алдын баланың қолынан ұстап жүгіртеді. Сол шашы шашып жатырғанда тұсаукесер жыры айтылады. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, тағы баса ғой деген жыр айтылады. Керемет, жақсы, рахмет балалар. Жақсы дайындалыпсыздар. Енді бізге шілдехана тобы қандай пікірлерін айтады екен ортаға? Тұсауды кестіретін адам, баланың есімін қойған адам, немесе жұлдыз, атақты адам кеседі. Жалғастыратын өзіңізді. Кескен адам кескен балаға мен сияқты атақты болсын деген арманмен кеседі. Керемет, рахмет балалар. Бұл топтар. Енді үшінші тұсаукесер тойы, тұсаукесер тобы. Сіздер қандай жауап дайындадыңыздар? Қанеки, Әлібек бастайды. Менің ойымша тұсауды қайшымен кесу керек, өйткені ол пышаққа қарағанда қауіпсіздірек. Жақсы. Так, ал Аржан. Тұсаукесер сәбидің тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалған ғұрып. Жақсы, керемет. Өте жақсы. Ал енді барлығымыздың жауаптарыңыз менің тура көңілімнен өте қатты шықты. Өйткені сіздер кәдімгідей топпен ақылдасып, жақсы жауаптарыңызды дайындадыңыздар. Енді қазір сіздер тақтаға назар аударыңыздар. Сіздердің жаңағы айтылғанына қоса тағыдан мына жерде мәліметке назар аударыңыздар. Қазақ халқының өмір салтына көріп беретін дәстүр ол тұсаукесу. Жаңа сіздер де айтқан болатынсыздар. Бала жүре бастаған кезде кішігірім той жасап тұсау кесіледі. Сонда тойға келгенде тұсаукесер тойына сыйлықтармен, шашулармен келеді. Және де дастархан жайылып, көрші-қолаңдар, әйелдер, қыз-келіншектер барлығы жиналады. Дастархан басында отырып, мәз-мейрам болып тойлайды. Тұсауын кесетін баланың аяғына байлайтын жігіт тұсаукесер әйел дайындап алып келеді. Көпшіліктің алдында даярлаған сыйлықтарын беріп, ортаға осы қойылған баланың аяғына байлаған жігін кесіп жібереді. Жігіті қара жігіттен кесіп, еркін байлауға жететіндей етіп дайындайды. Яғни қысқа емес, босталдық сондай зыңырақ жігітті қолданады. Ақ-қарадан есіп жасалған жіп, біреудің ала жігін аттамасын деген жақсы ниетті білдіреді. Сонда тұсау кесетін әйелді баланың әке-шешесі өздері таңдайды. Беделді, іске ақшам, жасы үлкен, балалы шағалы әйелге жүктейді. Ол әйел шамасына қарай балаға естейді, сыйлығын әкеледі. Жақсы. Сіздер жаңағы дайындап айтқан пікірлеріңіз барлығы осымен сәйкеске балалар. Не тағы да кей жерлерде баланың басынан аяғына дейін жаңа киімдер әкелген сыйлығын ел көрсін деп тұсауын кесіп, ортаға жібермей тұрып, не істейді? Кигізіп қояды. Сонда бұрынғы кездері ат пен ер тоқымды сыйлаған. Өлеңдер айтылып жиналғанда тілектерін не істеген? Тілеген. Тұсауын кескен әйелге әке-шешесі ризашылығын білдіре отырып, не істейді? Оған да сыйлығын арнаған еді. Сонда яғни кейіпін берген, кейбір жерлерде тұсауын кесетін балаға тұсау кесетін әйел аяқ киім немесе бастан аяқ киіммен бір
тоғыз етіп жасап алып келеді. Шамасы келіп жатқанда, олар сол жастағы балаларға арналған үлкен ойыншық сыйлайды. Енді балалар, міне ана жерде сіздерге тұсаукесер ойынына арналған жырда келтірілген бұл қаз балам, қадам басам мәз балам, күрмеңді шешен, соңды кесейін деп, жаңағы міне мына топта бізге дұрыс тұсаукесер жырын айтқан еді. Жақсы балалар, керемет, сіздердің барлық айтқандарыңыз жаңа бәрі сайма-сай болды. Енді балалар, келесі тапсырмамыз біздің бұл қазір сіздердің алдарыңызда оқулықтар жатыр. Сол оқулықтың ішінде екінші тапсырма берілген. Енді бұл тапсырманы қалай орындайсыздар? Ең бірінші мәтінді оқып, сондағы негізгі және қосымша ақпараттарды естен тауып алу керексіздер. Кәдімгі топтың ішінде тезірек орындаймыз. Ақылдасыңыздар, мына мәтіннің ішінде қайсы негізі, қайсы қосымша мәтін, кәдімгі құнақтарында жұмыс жасаңыздар. Жақсы балалар, енді жаңағы тапсырманы орындадыңыздар деп ойлаймын. Кәнеки, енді топтар негізгі және қосымша ақпараттар туралы тапсырманы бізге кім осы топтан бірі сөйлесін? Сәуле. Негізгі ақпарат. Тұсаукесер сәбиді қарастырғаннан кейін жер жүріп кетсін деген тілектен жашылардан ұрып. Ол үшін арнайы ала жүр дайындалады. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашады. Жақсы, так, келемесемін. Сіздерге Тұсаукесер сәбиді қарастырғаннан кейін тез жүгіріп кетсін деген тілектен жасалатын ұрып. Ол үшін арнайы ала жүр дайындалады. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашады. Так, керемет. Так, үшінші топ, үшінде қаңтау, сіздерде келсесте ма? Сіздерде де сонда? Демек дұрыс балалар, бұл негізгі ақпаратқа жататын сөйлемдер. Дұрыс таптыңыздар. Енді сіздерден мен қосымша ақпаратты естігім келеді. Кәнеки кім оқиды сіздерде? Замбар оқиды. Бұл жерде қосымша ақпарат, тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашады. Және тұсауыңды кесейін деген өлеңде жатыр. Қосымша сіздер ана жырды да келтіресіздер. Жақсы, керемет. Ал кәне балалар, барлығыңыз енді жаңа өзіңіздің жауаптарыңызға баға берейік. Кәнеки, мына бесік жыры тобына Шілдехана тобы кәнеки баға беріңіздер. Кім айтады? Не дейді? Айтады. Мен 10 балл беремін. Өйткені бұл негізгі ақпарат дұрыс болған еді. Жақсы, отыра ғой. Ал енді қосымша ақпаратты келтірген бізге Шілдехана тобына кәнеки тұсаукесер тобы баға берсін. Кәнеки Ақжарқын. Мен оларға 10 балл қоямын, өйткені олардың айтқандары өте түсінікті және жақсы. Жақсы, рахмет. Енді осы тұсаукесер тобы, олар да сіздер сияқты негізгі ақпаратты келтірген еді. Оларға баға берсеңіздер. Тұсаукесер тобына біз 10 балл қоямыз, өйткені олардың айтқандары анық болды. Жақсы. Рахмет. Керемет балалар. Жақсы. Енді барлықтарымыз қазір келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырмада сіздер жазбаша орындайсыздар. Және де тақтада бізде орындалатын тапсырмалардың бірі. Қазір сіздерге ауызекі деген сөзі беріледі. Сол сөзді сіздер фонетикалық талдау жасайсыздар. Сол сөзбен. Кәнеки кім шығады тақтадан? Кәнеки кім шығады? Белсенді болайық. Кәнеки Аржан шығады. Жазабай. Қалғандарымыз да тегі ойнайсыз. Қолда бөлікте А, Оз, Е, К. Бізде 4 бөл. Бірінші бөл ашық бөл. Екінші бөл біте бөл. Үшінші бөл ашық бөл. Төртінші бөл ашық бөл.
Бізде 4 мың болғандықтан 4 дауысты дыбыстар. Жақсы. Егер де біз буынды табап істейтін болсақ, оны қандай дауысты дыбыстарға қарап, иә? А, Жақсы. Е және Ә. Енді бізде дауыссыз, ол 3 дауыссыз. У, З, және Қ. Неліктен онда дауыссыз? Себебі оның алдында дауысты дыбыс артық. Және де кейінгі тұрған дыбыс қандай? Дауысты. Ол да дауысты, иә? Демек бізде у дыбысы екі дауыстылардың ортасында тұрса, ол дауыссызға айналады, солай ғой? Тасымал бізде ол біреу. Ауыз. 2. Біреу тасымал? Біреу. Жақсы. Келсеңіз бе? Иә. Жоқ. Енді қандай? Тағы да ауыз екі кір бар, иә? Ауыз. Демек бізде екеу тасымал. Жақсы. Енді фонетикалық дыбыстарға. А дыбысталуы А. Жақтың тілдің қатысына қарай жуан. Бірінші сен дыбыстың қайсысы? Дауысты. Жақтың тілдің қатысына қарай жуан. Дұрыс. Жақтың қатысына қарай ашық. Дұрыс олай. Ал ерінің қатысына қарай езулік. Келсеңіз бе? Езулік бізде ал. Дұрыс, иә? Жарайсың. У бізде дыбысталуы У. Дауыссыз. Сен айтқан болатынсыз. У дауыссыз. Және Үңгі. Келесі кім жалғастырады? Кім жалғастырады? Тане Шыңғысхан керек ол. З. Оның дыбысталуы З. Осы дыбыс ол дауыссыз. Дауыссыз және ұян. Дауыссыз. Және оның ішінде ұян. Дұрыс. Келесі бізде Е. Оның дыбысталуы Е. Ол дауысты тілдің жағына қарай жіңішке, тілдің қатысына қарай. Дұрыс айтасың. Жазамыз. Жақтың қатысына қарай ашық. Дұрыс ба бұл? Иә. Жарайсың. Және ерінің қатысына қарай езулік. Дұрыс. Келесі бізде К. К, оның дауысталуы К. Ол дауыссыз және дауыссыздың ішінде қатар. Жақсы. Келесі бізде Ү. Оның дауысталуы Ү. Ол дауысты тілдің қатысына қарай жіңішке. Дұрыс па? Жақсы. Жақтың қатысына қарай қыса. Келсеңіз бе? Иә. Дұрыс. Қыса. Және ерінің қатысына қарай езулік. Керемет. Содан кейін біз неше әріп және неше дыбыс екенін жазамыз. Жақсы. Дұрыс айтасың. Осы сөзде 7 әріп бар. 7 әріп және 7 дыбыс бар. Керемет, Шыңғысхан. Рахмет саған. Отыра орнына. Жақсы балалар. Енді бізде бір шығармашылық тапсырма бар. Қазір бүгінгі міне алған сабақта алған білімдеріңізді кішкене былай мына жерде көрсету үшін кейбір балаларды тұсау кесу рәсіміне арналған рөлдік ойынға еніп сомдауға шақырамын. Қайда кім қатысады? Так, жақсы. Кәне, Аружан, сен бізде тұсау кесуші адам боласың, жарайды? Так, анасы кім болады екен? Нұрай, келе ғой. Ана боласың. Бізде әке кім болады? Кәне, не деп келе ғой, әке боласың. Және енді сәби қалды бізге, сәби керек.
Бұл баладан алайық, кел Сәулет. Кел ана. Жақсы. Енді рахмет, қалғандарыңыз қарайық, бақылайық. Енді қолда бар материалды қолданайық, балалар? Мына жерде мынау сіздерге ақ жол болсын. Мына жерде ақ жол. Так. Жақсы. Так. Ал, күнгеніне ма? Тұсаукесуші адам кім бізде? Аружан, так. Кім болады ол бізде? Роза Рымбаева. Роза Рымбаеваға кескіземіз, жақсы. Кәнеке қадағалай. Кәнеке басқанызды. Тұсауды қалай кеседі екен? Қалай? Біз жіпті сонымен қалай байлайды екенбіз? 8 саны сияқты дұрыс айтасың. Так. Алдынан кесеміз, е? Алдынан кесеміз. Ал, Кәнеке. Енді Сәулет өскен кезде мен сияқты елге сыйлы азамат болсын. Жақсы. Қыртындысын шығаруға, мәжде бірнеше баланы шақырайын алдыға, екі микрофонысы болады. Екі микрофонын кім сөйлейді бізге? Бүгінгі алған тақырып бойынша қандай әсер алды және не түсінікті болды ма? Кәнеке? Ардар жолда Каусар мен Амина. Бір минуттың ішінде тез арада айтып шығу керексің. Кәнеке кім бастайды? Тұсаукесер дегеніміз сәби қаз басып ен жүріп келе жатқан кезде тек жүріп келсін деген ниетпен тілекпен орындалатын әдет ғұрып. Тұсаукесерге арнайы ала жіп дайындалады. Ол үшін ақ пен қара жіпті бір-біріне алмастыра отырып жасайды. Оны үлкен әжелер ұзақ жасайды. Себебі ол кескен кезде қысқа болып қалмау үшін ала жіп жасайтын себебі түрегін ала жібін аттамасын. Баланың тұсаукесерінде баланың аяғы ала жібін кесуге үлкен бір әйел адамды немесе балалары көп иманды адамды шақырады. Рахмет, керемет, так. Менің ойымша, тұсауды ақ жіппен кескен дұрыс деп ойлаймын, себебі ашық аспанды, ашық жолды береді. Және де бүгінгі сабақ тұсаукесер тақырыбында болды, өте қызықты, әсерлі болды. Жақсы, керемет. Жауаптарыңызға рахмет, өте ризамын. Енді барлығымыз қазір сізге экранға назар аударыңыздар. Мына жерде сіздерге ең соңғы бағалау, жапондық бағалау әдісі берілген. Осы жапондық бағалау әдісі арқылы сіздер мен көргеніңіздей дұрыс келісемін деген кезде сіздер саусақтарыңызды былай көрсетесіздер. Егер де толықтырамын басқа көзқарасым бар десеңіздер, онда екі саусақты көрсетесіздер. Және менің сұрағым бар, әлі де көптеген тұсаукесер жайында мәліметтерді білгім келеді деген болсаңыздар, онда өстіп көрсетесіздер. Әлде балалар, енді өз-өзімізді бағалайық. Қандай баға береді екенсіздер? О, керемет! Барлықтарыңыз бірінші, дұрыс келісемін деген бағаны қойып шықтыңыздар өз-өздеріңізге. Кәнеке сол бойынша бір-екі ауыз сөз айтатын бар ма балам? Так, конечно, мысқан айтады. Маған осы сабақ қызықты болды. Себебі біз осы сабақта бар тапсырмаларды орындадық және тұсаукесер туралы есімізге түсірдік. Керемет, рахмет. Тағы да бар ма айтатын? Так, Руслан айтады. Маған бұл сабақ өте ұнады, өйткені біз бұл сабақта тұсаукесер туралы мәліметтерді алдық және тапсырмаларды орындадық. Жақсы, рахмет. Ал, Кәнеке, осымен біздің балалар сабағымыз аяқталды.
Барлық түсінікті болды ғой? Жақсы. Ал енді үйге сіздерге тұсау кесу үшін жаттап келу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.